өз заманының ғана емес, қазіргі заманның да бейнесін танытқан абай елдік мұраттың айнымас темірқазығы. Абай еліміздің бренді, ереке құтты болсын. Ғұлама ақын, қазақ әдебиетінің шоқтығы биік ірі тұлғасы Абай Құнанбайұлының 180 жылдық шығармашылығы 45 жылы 13 тамызда Семей өңірінде дүниеге келген. Ақын, жазушы, ғұлама, саяси қайраткер. Умной и мудрой женщиной, а особую роль в воспитании Абая несла его бабушка Зире. Именно она привила ему любовь к слову и назвала его Абаем, что значит внимательно. Қадірлі қонақтар, бүгін мен осы іс-шараға, осы мерекеге өзімнің отбасыммен келіп тұрмын. Себебі біздің отбасымызда Абай атамыздың қара сөздері отбасымыздың тәрбиесінде ерекше орын алады. Ұлық адам концепциясын ұстана отырып, ол қыздарымды тәрбиелеуге ұмтыламын. Абай атамыздың қара сөзі ұнайды. Маған Абай атамыздың бүкіл қара сөзі ұнайды. Бірақ ішіндегі менің өзіме ең жақыны, әсер алған қара сөзім 19-шы. Ал ендеше 19-шы қара сөзді екеуміз бірігіп айтайық. Мен басын бастайын, сен жалғастырып көр. Жарай ма? Абай атамыздың 19-шы қара сөзі. Атанадан есті болып тумайды. Естіп, көріп, танып, ұстап, сол білгенін, көргенін, жақсылықты жамандықтан айыра білген кезде ғана толық білімді адам болады. Бұндай сөзді естігенде шайқақтап, шалықтанып, салбырап, салғырттанып еститін болса, өзінің естіген сөзін біліп, мағынасын білмей, мағынасын білейін деп шынбайтын болса, естімегені не керек? Осындай сөз танымайтын елге сөз айтқанша, өзіңді танитын шошқаны баққан дұрыс деп бір хакім айтқан екен, анашым. Жарайсың қызым. Ал Санжарым, сен қай қара сөзін айтсana? Мені Абайдың 10-шы қара сөзін айтамын. Адамдар Құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады? Өлсем, отымды бассын. Қытайғанда қарасын, артынан құрады оқсын дейді. Өлсем, орымды бассын дегенің не сөзің? Сен өлгенде, мына дүниең иесіз қалар дейсің бе? Әлде осы дүниеңді өзгеден қызғанып ай? Абайдың 15-ші қара сөзі. Аңды кісімен атысысының менің білімше белгілі бір farkын көрдім. Әуелі, пенде адам болып жаратылған соң, дүниеде ешбір нәрседен қызық көрмей алмайды. Ал мен Абай атамыздың бірінші қара сөзін айтып берейін. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, тартыстық, әурешілікті көре көрегенде. Ал балалар, Абайдың қара сөзінен өздеріңе аларлық, ұғарлық, мән, мағына, тәрбие бар ма екен? Әрине, біз Абайдан үйренеріміз көп. Бірақ сол сөзді түсіне, тыңдай білу керек, түсіне білу керек, ұға білу керек. Ендеше мен сіздерге де отбасыларыңызда Абай атамыздың қара сөзін ескере отырып ұрпағыңызды тәрбиелеуге ұсынамын. Анашым, мен бүгін отбасы күніне орай сізге өлең айтып берсем бола ма?